Достар, бәріңізге сәлем. Есімім Алтынай, NL компаниясының менеджерімін. YouTube арнама қош келдіңіздер. Жаңадан қосылып жатқан көрермендер болса, арнаға жазыла кетіңіздер. Бүгін енді NL компаниясының тағы бір маған ұнайтын хит өнімдері, шөп шайлары туралы айтатын боламыз. Бұл денсаулықты жақсартатын тамаша құрал. Әр ішкен бір кесе шайыңыз сіздің денсаулығыңызға салған инвестиция болып табылады. Себебі біздің өнімдер аурудың алдын алу мақсатында ішілуі керек. NL компаниясында жалпы 12 түрлі емдік шайы бар. Соның ішінде бүгін люкс шайына тоқталатын боламыз. Видеоны аяғына дейін қараңыздар, пайдалы ақпараттарда айтылатын болады. Люкс шайын демдеп қойдым алдын ала. Ішінде мынандай 20 дана пирамидадан тұрады. Ішер алдын ыстық су құйып 20 минут бұқтырып қоясыздар. Енді жалпы денсаулық ең бірінші сізге керек. Әркім өз-өзіне қамқорлық жасап, дұрыс тамақтануға көшуіміз керек. Сіз қазір денсаулығыңызды сақтаумен айналыспасаңыз, ертең денсаулығыңыз сыр берсе, ауру сізбен айналысатын болады. Бұл шайлар сіздің денсаулығыңызды жақсартып, қартаюдың алдын алады. Естеріңізде болса, ең бірінші өнімге арналған эфир детокс туралы болды. Сол детокстың бірінші қадамымен бірге люкс шайын ішуді ұсынған болатынмын. Бүгін енді осы шайға толықтай тоқталатын боламыз. Адамның жас көрінуінің ешқандай құпиясы жоқ. Ағзаны жиналған токсиндерден үнемі тазалап отыруымыз керек. Жалпы тазалауды шектерден бастау керекпіз деп айтылды. Шектің ластануы минералдың сіңуін бұзады, шаршау және әлсіздікті тудырады, иммунитетті түсіреді, жиі ауыра бастайсыз. Люкс шайы шектен токсиндерді кетіруге, ағзаны жан-жақты тазартуға, асқазан ішек жолдарының, бауыр мен өт жолдарының жұмысын қалпына келтіруге көмектеседі. Іш қату кезінде таптырмас өнім. Камчатка мен Алтай тауының бөктерінде оттегіге бай, экологиялық таза аймақтарда өсірілген шөптерден дайындалған. Шөптердің емдік қасиеттері өз бойына барынша жинақталған кезде жиналады. Әр өсімдік әр түрлі кептіріледі екен. Енервуд шөп шайлары жоғары сападағы қара және жасыл шай негізінде жасалынған. Олар шынымен де дәмді, сондықтан дәріханадағы шөптік препараттардан айырмашылығы, олар ыңғайлы, ерекше жұмсақ әдіспен көп сатылы тазартудан және сүзгіден өтеді. Бұл максималды пайданы сақтауға мүмкіндік береді. Енді құрамына келетін болсақ, Қытай көк шайы, итшомырт шөбі, сена жапырағы, алтын шыбық шөбі, құстаран қабығы, мия тамыры, зере тұқымдары бар. Қытай көк шайы орталық жүйке жүйесі мен жүректің жұмысын ынталандырады, белсенділікті арттырады, депрессия мен шаршауды басады, қартаю процесін болдырмайтын полифенолдар бар. Терінің және қан тамырларының жағдайын жақсартады, қанның ұюына жол бермейді екен. Енді итшомырт іш жүргізетін әсерге ие, халықтық медицинада іш қатуға, геморройға, бауыр ісіктеріне, қызбаға, асқазан ішек ауруларына қолданылады. Сена шөбі іш қатуға және геморройға қолданылады. Құрамында шайырлы заттардың аздығына байланысты ол ағзаға жақсы қабылданады және шектерді тітіркендірмейді екен. Алтын шыбық шөбі зәрдегі ақуыздың жоғарғы мөлшері, ісіну, өт ауруы, подагра және ревматизм үшін қолданылады. Құстаран шөбі құрамында витаминдер бар, сонымен қатар кремнийдің тұздары да бар. Олар денедегі жаңағы көптеген процестерді реттейді және гормондарды қалыпқа келтіреді екен. Мия тамыры жергілікті ішек иммунитетін жақсартады, ал зере газдың пайда болуына жол бермейді екен. Сондықтан шайды ағза жақсы қабылдайды. Енді құрамы қаншама шөптен тұрады. Бұлар комплексті түрде жұмыс жасайды. Сіз осы шөптерді аптекадан сатып алсаңыздар жеке-жеке бірталай ақшаларыңыз шығады. Одан кейін олардың қолдану мөлшерін білуіңіз керек.
не артық, не кем дозада болмауы керек. Ол шайларды демдегеннен кейін сүзгіден сүзіп ішпесеңіздер, іше алмайсыздар. Ал бұл шайлардың ерекшелігі құрамына қосылған шөптердің пропорциясы дәл есептелген, ішуге де ыңғайлы пирамида түрінде жасалынған. Жалпы люкс шайын жылына 2 рет детокстан өткенде бірінші қадаммен бірге ішесіздер. Арасында шайдың өзін курспен 10-20 күн ішуге болады. Өзім аптасына 1-2 рет ішіп отырамын. Енді қонақтан келген соң ішсеңіздер де болады. Асқазандағы тамақтың тез қорытылуына көмектеседі. Тағы бір ескерту айта кетейін. Ішек тазаланған соң босап қалады. Ағза жаңағы ашпын деген өтірік сигнал жібереді миға. Сол кезде тамаққа тойып алмасаңыздар болды. Жаңағы созылып кеткен ішек қарын босап қалғанда адамдар тамақ ішкісі келіп, тәбеттері ашылып, қайтадан салмақ қосып алып жатады. Негізі сіз аш емессіз, тамақ орнына су ішсеңіз болады. Шай 8-10 сағаттан кейін әсер етеді. Түскі немесе кешкі астан кейін 20 минут демдеп қойып ішсеңіздер болады. Қарсы көрсеткіштері де бар. Құрамындағы бір шөпке аллергия болса, жүйке ауруларында, ұйқысыздық, жоғары қан қысымы кезінде, жүрек ырғағының бұзылуы, жүктілік кезінде, бала емізіп жүргенде, диарея кезінде қолдануға болмайды. Балалардың іш қатуы кезінде ішкісе бола ма деп сұрап жатады. Әрине болады, сұйылтып бересіздер. Бұл шай салмақ жоғалтуға көмектеседі ме деген сұрақта жиі қойылады. Люкс шайы салмақ жоғалтуға арналған арнайы өнім емес, тек салмақ тастау комплексінің ішіне кіреді. Ішектегі шлактан тазалайтын өнім іш қатуға көмегі зор. Егер сіз дәмді, сапалы шайды ұнатсаңыз, денсаулыққа мән берсеңіз, NL шайларын таңдаңыз. Люкс шайы әр үйде тұратын өнім деп айтар едім. Өнімдер туралы қандай да бір сұрақтарыңыз болса, астына байланыс номерлері көрсетілген. Қазақстанның кез келген жеріне жеткізіп береміз. Ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетсеңіздер өте қуанышты боламын. Қазақ тілді арнамыз дами берсін. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше.